әлеуметтік жағдайын халықты көтеріп, солардың еңсесі көрініп, әрқайсының өзінің жеке үйі бар. Жаңағы семьясының санына қарай 2 бөлмелі, 3 бөлмелі жеке үй болсын. Солардың жағдайы жетіп, ішетін тамағы тоқ, жаңағы холодильнигі тола заманға келсек, мынау нәрсенің өзінен өзі қысқарады. Армысыздар. Бүгінгі қонағымыз белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Амалбек Тышанов ағамыз. Аға, жаңа мынау осы сұхбатты бастар алдында ауызекі әңгіме кезінде бүгінгі күннің қазақ қоғамында ушығып күйіп тұрған мәселенің бірі негізгісі деп осы жақында қабылданған тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заң жобасы екенін айтып өттіңіз. Мен сізді осы нөмір 1 күйіп тұрған мәселе жемқорлық деп айтама деп едім. Жоқ, жемқорлық 2 орынға түсіп қалды. Не себептен бұл заңға осында баға беріп отырсыз? Біріншіден қайырлы күн. Мен бұл заңның бәрін толық қарап шықтым. Алғашында мен де сол мән бергем жоқ ол заңға. Ол не жазылды? Енді отбасында адам болғаннан кейін ол ерлі-зайыптың арасында жаңағы ыдыс сықырламай тұрмайды ғой, ол біз қазақтың жайдары сөзімен айтқанда. Соған байланысты қазір енді сол себеп болды ма, негізгі себеп болған мынау осы 2-3 айдан бері қарай бүкіл қазақтың бәрін жұмысын іскен асын жерге қоя салып, телевизорды қосып көріп жатқан. Телміртіп қойды ғой телефонға. Иә, сөйтіп мынау Бишімбаевтың сотыма әсер еткен. Енді сол соттың фонында қабылданған сияқты. Иә, соны пайдаланып, бұның пайдаланып отыр ғой. Бұның бәрі де бір жыл қарап отырсаңыз, сол әдейі жоспарланып істеген тірлік сияқты. Енді егер Бишімбаевтың сотына келетін болсақ, бұндай жағдай бұрында болған. Адам баласы болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Біреуді өлтіру, зорлау, зомбылық, оның бәрі де. Бірақ осы Бишімбаевтың соты ерекше бір, өзінше бір ұштанып, от алып, осы қазіргі мынау шетелдің мынау отбасылық зорлық көбейіп кетті, осыны реттеу керек деген сияқты солардың заңдары, енді шетелде ол заңның бәрі қабылданып қалған ғой. Соның да бізге келіп жеткенін өзі де сондай бір асығыстық болды. Бір жағынан, екінші жағынан бұл заң бұдан бұрында біраз қаралған, біраз жыл бұрын. Бірақ ол кезде де сол біраз көтеріліп барып қойған болатын. Ал енді осы жолы жұрттың бәрі сол телевизордың алдында отырған кезде осы заң қайтадан ұсынылып, парламентте оны сондай асығыс түрде, оның ешқандай терең мән бермей, тез арада оны қабылдап жүрді. Бұл заң неліктен зияны көп деп есептейсіз? Иә, мен енді басын айтып отырғаным ғой. Зияны көбі, жалпылама әлбетте, бізде одан бұрында заң болған. Біздің Қазақстанда бұл мысалға, егер отбасында осындай дау-дамай болса, онда егер күйеуі кінәлі болса, 15 тәулікке дейін оларды қамау, немесе штраф салу деген сияқты басқа да көп шаралар қолданылатын. Ал енді қазір бұны бір үлкен бір қауіпті жағдайға келгендей қылып жасап отыр. Ал енді бәріміз де білеміз, отбасы болғаннан кейін оның ынтымақта жақсы өмір сүруі әлбетте ол қажет. Соны кейбір келеңсіз жағдай болса, соны ретке келтіретін заңында керектігіне ешқандай қарсылық жоқ. Мен де оны қолдаймын. Бірақ бұл жерде көп мәселелер қосылған. Әсіресе мынау бала менен ата-ананың арасында қарым-қатынас. Енді өзіңіз білесіз, қазір біз 30 жыл бойы, одан бұрында кеңес үкіметінің уақытысында қазақтың өзінің ұлттық негізін, біздің баяғы салт дәстүрімізді қалай біз өстік, қалай ел болдық, қалай қалыптастық, соның бәрін жайлап жоққа келтірім келіп, міне 30 жыл бойы оның бәрі тіптен ұмытылды.
қазақша айтқанда балапан басымен тұрымтай тұсымен дегендей, кім қалай өмір сүргісе солай өмір сүріп жатты. Себебі мемлекетке ешқандай ол отбасылық жағдай, мына әсіресе біз енді қазақ халқы ұлтпыз ғой, ұлттық тәрбие керек. Қазіргі енді мынау жаңа заманда жұрттың бәрі де мынау жаңа технологиямен компьютердің алдында отырады, немесе телефонның алдында отырған заманда, меніңше биліктің ең негізгі істейтін мәселесі ол осы біздің ұлттық қазақты ұлт есебіндегі біздің баяғы дәстүрлерімізді, салт дәстүрімізді, соның бәрінде алға қойып, теледидардағы ең негізгі мәселе соны үгіт насихат есебінде жүргізіп, әсіресе біздің орысша тәрбиеленіп, орысша сөйлеп, орысша ойланатын жастардың көзін ашу, соларды дұрыс бағытқа беру болу керек еді. Бірақ біздің енді әбден мемлекеттік саясаттың жоқтығы міне қазір осы соған алып келіп отыр еді, бүгінгі болған жағдайға. Мынау заңдағы мәселе, мысалға, сіз ұлыңыз кешігіп келетін болса, бір жаққа барып, или ол наркотик шеге ма, или басқа да бір адамға өмірге сол баланың болашағына зиян келтіретін бір нәрсе жасап, соған ашуланып, кейде шапалақпен тартып жібересіз, немесе қатты дауыс шығарып, мынау болмайды деп бала соған қатты ренжіп кететін болса, ол үшін әкесі де, анасы болса анасы, әкесі болса әкесі жауапты. Оны бір рет сізге ескертеді, екі рет ескертеді, содан кейін барып ары қарай болатын болса, оған үлкен штрафтар салынады. Штрафының өзі де өлердей 750 мыңнан 3,5 миллионға дейін теңге. Осы қабылданған жаңа заңда қарастырылған ба? Иә, қарастырылған, солай 3,5. Сондай. Ал енді содан кейін олар егер сол жаңағы ювенальный, жаңағы осы балалардың несін қарайтын ұйымдар бар ғой, олар бар, милицияда да бар, жай қоғамдық ұйымдар бар. Солар егер қажет деп айтатын болса, онда баланы әкесінен айырады, міндетті түрде. Содан кейін оның қайда кетеді, ол енді олардың жұмысы. Сіздің ешқандай оған бала туралы айтуға, баланы іздеуге сіздің ешқандай құқыңыз жоқ. Соған орай қазір міне парламентте екінші заң қабылданды деп жатыр. Кәсіби отбасы деген. Сонда сіздің балаңызды алады да бір кәсіби отбасы құрып, оған пәленбай ақша төлейді, айлық төлейді, 250 мың ба, енді мен барлық цифрлары есімде жоқ, бірақ жалпы мен бағытын айтқым келіп отыр, оларға ақша төлейді. Ал енді ол кәсіби отбасы деген қандай отбасы ол? Ол кім? Ол мүмкін анау еркекпен еркек тұрып жатқан заман қазір, әйелмен әйелдер тұрып жатқан заман, әртүрлі. Мүмкін сондай семьялар шығар. Оларға тағы да бір емес 4 балаға дейін алуға рұқсат береді дейді. Енді бұл енді масқара әңгіме. Сонда қалай? Менің өзімнің тегімнен шыққан ұлым, қызымды алып қоюға кімнің қандай қақысы бар? Қандай қақысы бар? Ол қандай заң? Неге біз сол үшін заң құруымыз керек? Мен өз басым егер менің балама келетін болса, мен қолыма мылтық алып қарсы тұрамын. Мен кіргізбеймін, мені атып тастаса да, мен соны жасатпаймын. Менен кейін өздері не істесе ол істесін соныкі. Мен ұл қыздарыма. Ол менің жұмысым, менің балам, менің тәрбиелеймін. Ал енді егер мен шектен шығып баратсам, ол басқа әңгіме. Онда бізде қоғам бар. Біз әлі күнге дейін тек заңды түрде ғана шектеу жасаймыз да, қоғамдық біздің қазаққа бұрыннан салт дәстүр болып қалған қоғамдық ұйымдар. Бұрын мысалы үшін әрбір ауылда ақсақалдар болатын, үлкен кісілер. Сондай жаңағы үлкен дана аналарымыз болатын, әжелер. Сол кісілердің әрбір сөзі, солардың айтқан әңгімесі, солардың ақылы, солардың айтқан бір ауыз сөзіне бала тоқтайтын болған қазақ. Қазақ жалпы сөзге тоқтайтын болған. Бізде солай ғой енді. Дат деген сөзді солай айтқан ғой, мынау бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп, сол өздерінің өтінішін, жаңағы айтатын нәрсесін бәрін айтып, сол бойынша сол тәрбиелеген.
қазақ енді кезінде бізде түрмеде болмаған, жалпы ажырасу деген де ол енді тіптен болмаған. Енді біз алғашқы кезде енді жарайды, біз енді ол баяғы ескі уақыт деп ойлайық. Сонда біз жаңа болғанда не өзгерттік, не ұттық, не ұтылдық? Бұны да сарапқа салып жатқан ешкім жоқ. Ал енді бұл жерде әйелдің құқығы. Егер әйел жаңағы өзінің күйеуіне үстінен арыз жазатын болса, осындай жаңағы сөйтіп оның бәрінде қазір заң өте қатаң түрде жазалау қарастырылған. Мен ойлаймын, біздің енді қазір көріп жүрміз ғой, небір қыздар бар. Оның пиғылында, басының ішінде не жатқанын ешкім білмейді. Анау қазақта мақал бар ғой, адамның аласы ішінде, малдың аласы сыртында деп. Оның ішкі дүниесінде не бар? Әбден бұзылып, көшеде әбден жүріп, көшенің бәрін жаңағы аралап біткен қыздар тұрмысқа шығып, өздері таңдай батырып, сөйтіп, сол арқылы жаңағы тұрмысы жақсы күйеуге шығатын болса, соны кейін бұзып, соның бәрін өзіне қалдыру үшін не бір нәрселер ойлап табуы мүмкін. Сонда онда да сол еркек кінәлі болады жаңағы. Оның түбін тексеріп қарап жатқан ешкім жоқ қой. Міне сондықтан да меніңше бізге бұндай заңменен бәрін шектеп, жаңағы біздің қазақтың өзімізге тән, қазақ халқына тән осы отбасылық жағдай болсын, жалпы даму процесінің бәрін біз оның бәрін қайта қарауымыз керек. Бізге өзіміздің бұрынғы ескіде баяғы атадан мұра болып қалған біздің тәрбиелік ненің үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу, жалпы осындай ағайындық, бауырлық қарым-қатынас дегеннің бәрін қайта қалпына келтіруіміз керек. Қазір білесіз ғой, мынау заманда қазір содан кейін өрде тағы да бір нәрсе жазылған. Қазір айтып жатыр, мынау мектептерде тест жүргізеді дейді балаға. Онда жаңағы балаға сұрақтардың бірі, сенің холодильнигіңде тамақ тола ма? Сенің өзің жеке бөлмең бар ма? Енді бұл масқара ғой. Қаншалықты сол аспанда шалқып жүрген адамдардың жаңағы өмірі жерге түсіп, бұл адам қазақтар қазір қалай тұрып жатыр екеніне көз жетпеген, ана қызметте мас болып, или депутат болса, депутаттықтың мастығына кете алмай жүрген азаматтардың қол көтеріп қойған заңы деп ойлаймын мен олар. Ауылдағылардың тұрмысын көрмеген адамдар көрмеген. Қазір біздің 50%-дан астам халық осындай міне бір комнаттың ішінде 5 бала, 10 баласын тәрбиелеп жатыр. Оған қандай жеке бөлме, қандай оның тұрмыс жағдайы. Ал енді біреу, білесіз ғой, адам болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Біреу қиянаттық жасағысы келіп, сондай тұрмысы нашар біреумен ұрысып қала ма, тағы бір демек болса кек сақтап соны жасаймын десе, оның айтады, мынау баяғы кәдімгі Сталиннің уақытында заман сияқты сол қайтып келе жатқан сияқты бұл семьяға байланысты. Айтады, ой, мыналарың мынауың үсті батыр, хабарлай қояды, мына болды деп үстінен жазады. Болды сіздің. Сонда күйеуінің бәрін түрмеге отырғызып, әйелдер не істейді сонда? Қалай біз елді? Сонда біз үшін ең үлкен қажет заң осы болып тұр ма? Жоқ, біз барлық халықтың әлеуметтік жағдайы, басқа да барлық мәселенің бәрін шешіп, енді тек қана осы жаңағы отбасын тәрбиелеу уақыты келді деп тек сонымен айланысқанымыз дұрыс па? Мен осы жерде бізде ойланатын жағдай өте көп. Бұл деген сөз, айланып келгенде, бұл біздің қазақ халқының жалпы тамырына балта шабу. Мен басқаша оған бере алмаймын. Шынымды айтсам, мен өзім жеке өз басым бұл заңды оқыған жоқпын. Сондықтан сіз айтқан дүниелерден хабарсыз екен, бірақ мына дүниелер рас болатын болса, шынында да мынау бір үлкен бір күрделі мәселе. Ал енді оны не істеу керек енді ары қарай қайтпек керек? Мен ойлаймын, бұл заңды тоқтату керек. Бізде мысал үшін жаңа айттым ғой, бұрында заңдар болған, заң болған, ол заң бар. Егер сол ювенальный жаңағы милицияда сондай бөлім бар, жас балалармен айналысады. Сол сияқты қоғамдықта ұйымдар бар. Жаңағы ажырасқан семьяны, балдары жаңағы ажырасқанда әкесінің жағдайы қалай, шешесінің жағдайы қалай деп шешеді. Оның бәрі дұрыс.
ол болу керек. Бірақ солар жұмыс жасамайды ғой. Мен өзім республикалық колледжде қызметте жүргенде көрдім. Бір екі ата ана 3 жыл бойы мен басымды қатырып істемегені жоқ, балдар оқуға келмейді, ойларына келгенін істейді. Бір том бар жатыр ол менде, соның бәрі мен соны ескерткіш басында алып қойдым. Соның бәрі. Сонда қанша рет біз милицияға жаңағы не жасадық, арыздар жаздық, соны еш жоқты ештеме шешілген емес, ешқандай қозғалыс жоқ. Біз әркім өзіне алынған міндетін орындау керек. Егер сол милициядағы сол балалармен айналысатын солар әрбір отбасы өздері сөмкейін, әрбір участковый милиция деген бар ғой біз әр участковый. Сондағылардың бәрі бірін-бірімен байланысты, ата-аналар комитеті бар, сөздегі қоғамдық ұйым бар, әр районның. Солардың бәрі бірігіп, әрбір баланы есепке алып, жаңағы соның тәртібі, жүріс-тұрысын кері кезінде сонымен жаңағы жұмыс істеп, соны реттейтін болса, бәрі обастана қалпына келеді. Баланы бастан, келінді бастан, баланы жастан дейді ғой қазақтар. Шын мәнісінде сол обастан әлі ол от болып жанбай жатып, әлі тек қана жаңадан ғана жаңағы тамызықты жаңағы отты келген сол баланы дер кезінде соларды қолға алып, соны халықтың алдына салып, ата-анасын қоса отырып, соны дұрыс бағытқа жасаса, соның өзі жеткілікті. Одан артық ештеменің керегі жоқ. Бізде оның бәрі бар. Білдіңіз ба? Тек қана жауапкершілік жоқ. Міне ата-ананың, сол қызметтегілердің жауапкершілігі жоқ. Енді ондай балдар көп емес қой, егер балдарды алатын болсақ. Ал енді семья жағдайын алатын болсақ, ол да солай. Мысалы үшін бәрі махаббат деп, жаңағы сүйдім, күйдім деп үйленеді ғой. Содан кейін әртүрлі жағдай бола бастайды. Бұл жердегі біздің мына семьяның осындай бір-тыз болып ажырасып кетіп жатуының ең негізі біздегі әлеуметтік жағдайдың жоқтығы. Бұған кім кінәлі? Бұған бірінші билік кінәлі. Билікте отырған сол мінекей. Біз 30 жыл бойы міне коррупциямен айналысты. 30 жыл бойы ол ұрлық қой, нағыз ұрлық. Соның бәрін қазіргі президент айтты. 162 адам бүкіл Қазақстанның мүлкінің 50%-ын иеленіп отыр дейді. Ал енді біз неге соған шара қолданбаймыз? Мен түсінбеймін. Мысалы үшін Тоқаев мырзаның президент болғанына да міне 5 жыл болды. Әлі сол күтудеміз. Жаңа Қазақстан жасаймыз деді. Естетін мемлекет жасаймыз деді. Ал кім нені естіп, нені көріп жатыр, қандай жаңа Қазақстан болып жатыр? Мен ойлағам, шынында да, енді бұл кісі сауатты адам, шетелде көп жыл жұмыс істеген дипломат, енді ол Европа халқының қалай дамып жатқан жақсы біледі. Осы сол демократиялық дамудың арқасында қалай халықтың тұрмыс жағы әл-ауқатының күшті екенін. Ал біз енді соның бәрін біліп отырып, неге істемейді деп ойлаймын. Значит, демесе, әлде сол бұрынғы президенттің айналасындағы сол үлкен қызметте жүргенде, әлі солар отыр ғой көпшілігі. Мүмкін солар жібермей жатыр ма, істетпейді ма? Мен ол туралы өткен жылы айтқан болатынмын. Қалай болғанда да бұның жолын іздеу керек қой. Біз халықтың әл-ауқатын көтермей жатып, оларды қинап, жаңағы соларға тәртіпке келтіреміз дегенімізден түк те шықпайды. Мынау түрмеде қазір бір 60-80 мың адам отырған шығар. Олар 10 есе көбеюі мүмкін жерде отырғанда. Бірақ одан мынау заң арқылы біз оны бәрібір реттей алмаймыз. Ешқандай. Себебі бізде ұлттық идеология жоқ. Біздің қазаққа тән. Міне өзіміз солай өстік. Мысалы үшін ауылда біз бала кезімізде біздің жеңгелеріміз анау су көтеріп келетеді, су арқалап кетіп. Мынау алыстан көрсе, жас бала осында келетқан. Сол жас баланы күтіп өткізіп жібереді, алдын кеспейді. Ол деген оның бәрін жаңа көргенде иіліп сәлем салады, үлкенде де, кішіге де. Оның бәрін біздер шықтық, біздер демде қалыптаса саламыз ғой. Ол ескіліктің жаңағы қалдығы деп шын мәнісінде сол тәрбие, мысалы үшін жеңгелеріміздің бізді құрметтеуі, бізді мырза бала дейтін. Сөйтіп құрметтеуінің өзі бізді өте жоғары көтеріп, бізде қажеттігімізді, біз осы елдің бір азамат екенімізді сол бала кезден сезіндік. Басын иіп сәлемдесу Жапонияда әлі күнге дейін бар ма? Әдейі сақтап отыр. Олар алдыңызда тұрып былай, одан кем қалған Жапония бар ма? Міне сол салтын сақтаған арқасында, өзі ұлттық салтын сақтаған арқасында, тәртіптің арқасында,
сол арқылы адамгершіліктің, азаматтықтың барлық белгісін сақтай отырып, жапон өлімін қандай дамып отыр. Енді өзіңіз білесіз, өткен жолы цунами болды. Қаншама дүние шашылып қалды. Бір жапондық содан бір тиын, бір ине қолына алған жоқ. Біз де сондай таза халық болғанбыз. Жапондардың бізден ешқандай артықшылығы жоқ. Мен өзім солай өскен қазақтың бірімін. Бұзылсақ кейін бұзылдық. Өсе келе жан-жанымызға қарап. Мақал бар ғой, бүлінгеннен бүлдіргі алма дейді. Дұрыс. Міне сол баяғы біздің ұлттық негізіміз қайда? Біздің ата-бабалардың бізге дәстүрі қалдырған. Біз неге соны, егер ол бұлай ұнамай жатса, егер бізде енді мынау өмірдің негізін түсінетін жазушылар, жалпы бұлай осыған ақыл жететін азаматтар аз емес қой. Неге солар жиналып біз мынаны тура сол баяғы негізді қалдыра отырып, осы жаңа бағытта мынандай қылып тәрбие жасайық деп жұртты тәрбие жасамау бермеуге. Енді біз ешқандай бәрін жауып тастадық. Теледидардың бәрі не көрсетеді? Сен өзің де істейсің ғой осы теледидарда, не көрсетесіңдер? Қайдағы бір кинолар, кім болса сол кино шығарады. Оны әйтеуір істейтін сің болмағаннан кейін қарайсың. Не мән жоқ, не маңыз жоқ қода. Просто біреу ананы келеді, кетеді. Әйтеуір сүйрет болғаннан кейін қарап отырасыз соның бәріне. Сөзіңіздің жаны бар, иә. Жаңа анау жемқорлық туралы айтып қалдыңыз ғой. Осы кеселді жою мүмкін бе жалпы бізде? Не істеуге болады? Қалай жоюға болады? Енді коррупцияны ол түбегейлі ешел жеңген емес. Бірақ оның бәрін рет келтіруге болады ғой. Ол үшін демократиялы даму болу керек. Бізде мысал үшін қараңыз, біз қайтып жеңеміз. Мына Қазақстанда оны жеңем деген ешкім ойлап отырған жоқ. Бастықтарға да керек емес ол. Егер керек болса, мінекей бізде қаншама контракттар бар. Мынау мұнайдың айналасында түрлі түсті металдар, жаңағы небір заводтарды тиын-тебенге беріп жүрген, солардың бәрі миллиардер болып отыр. Жаңа сіз айтқан мысалы әлеуметтік мәселелердің шешілмей отырғандығы, еліміздің дамымай отырғандығы, осы нашар отырғанымыз. Мен соны жаңа айтып отырғаным сол ғой. Менің сол ренішім бәрі сонда. Мысалы үшін соншама дүниені ұстап, немесе кеше ғана Карметтегі болған жағдайды білесіз, сонда кім алды оны? Қандай ақшамен алды? Оның тапқан ақшасы қайда? Қалай тапты соншама дүниені, миллиардтаған дүниенің бәрін? Соның бәрін ешкім сараптап жатқан жоқ қой. Бір ғана мысал. Мысал үшін контракттарды алатын болсақ, мұнай жағынан басқа да түсті түрлі металларды шетелдермен жасаған. Оларда бізге содан түсетіні тиын-тебен ғана қазаққа, Қазақстанға. Бәрін солар кетіп жатыр. Барлық әлемнің бәрінде керісінше емес па? 90% жаңағы өзінің елінде, 10% келді. Норвегияны алуға болады ол мысал ретінде. Бәрі де солай болды. Оны мысал келтіретін көп, оның бәрінен әрқайсысын айтып айтып емес, мен негізін ғана айтып отырмын оның бәрін. Біз неге солай істемейміз? Неге сол? Қазір мысал үшін, міне, біз халықтың тұрмысын көтереміз дейміз. Көтеру үшін жаңа ақшаларды қайтару керек қой. Бірінші жаңағы бұрынғы бәрі оған комиссия құрылды. Анау телевизордан әр кезде анау Мұхтар Әбіләзов, Қажыгелдин көп айтып жатыр. Қазір қалай қайтарудың жолдарын, олар мысалға әр қаншама елде қанша ақшаның жатқанына дейін біледі. Біздің әлі билік айтты, соны қайтарамыз деді, бірақ тиянақты әлі ештеңе істелінген жоқ. Әшейін жаңағы кім Серік Абдрахманов айтқандай, кішкене шабақтарды ұстайды да, қалған негізгі киттер жаңағы миллиардтап жаңағы шетелге тығып жердің астына көміп жатқан миллиардтардың бәрі сол күй жатыр. Сол байғандар әлі байып жатыр. Кедей болғандар одан бетер кедей болып жатыр. Сонда не үшін? Мен өзім таңғалам. Мысалға, депутаттар, мен өзімде депутат болдым. Ант бердік. Халыққа адал қызмет істеймін деп. Халыққа президент ант берді. Мен халыққа қызмет істеймін деп. Енді кім оларға соны кесіп келтіріп жатыр? Неге олар біліп тұрып осындай заңды қабылдады? Мысалы үшін осы жаңағы отбасы туралы. Бұл заң деген қазақты құртымға келіп, мен өзім ойлап қарасам, ертең уже біздің қазақтар уже бала туғысы келмейді, әйелдер. Кім үшін туады сонда? Ертең бір жағдай болса, балаңды алып қойса,
содан кейін олар ойлайды, ой қазір басқаша да өмір сүруге болады ғой, қазір көп қой магазиндерде бәрі сатылып жатыр, керек нәрсенің бәрі. Мүмкін солай сөйтіп бара мен көзім елестетемін, жаңағы біз сияқты уже жасы келген үлкен кісілер или жаңағы бір мәштек иттерді үйде асырап, соны бала қылып, соның шетелде солай ғой мысалы. Соған келеді дейсіз ғой. Біз соған келетін жағдайға барамыз, егер мына заң осылай тұра беретін болса. Сондықтан бұл заң әзір халықты көтеріп, ертең халық көтеріледі. Мен сізге айтайын. Қазір бір чат бар дедіңіз ғой Қазақстан бойынша. Қазір аналардың өздері ашқан ба сонда? Зорлық, зомбылық деген қазір жақсы чат ашыпты. Әйелдер, кілең әйелдер сөйлеп жатыр ол жерде, негізінде. Не дейді сонда олар? Олардың негізгі мақсаты айтып отырғаны мына заңның жаңағы заңның қабылдауға болмайтынын, бұны тоқтату керек екендігін айтып жатыр. Ал соның ішінде мен сіздерге міне көрсетіп берер едім жерде. Көрсетсеңіз болады. Осы бір жоқ, мен оны ашып қазір табу керек. Бір әйел бала, жас келіншек сөйлеп жатыр ютубтан. Айтады, міне қасымда қызым отыр дейді. 6 жасар қыз. Қызым дейді, айтты дейді, мен жаңа құйрығынан ұрып едім. Сен мені неге ұрасың? Мен сені милицияға беремін деп. Тура содан кейін ашады, қасында отырған қыз айтады, мен сені тигем жоқ қой, әшейін бірдеме істедім деп айтса, айтады, жоқ, сен мені ұрдың дейді, мен жаңа милицияға беремін дейді. Қыздың өзі сөйлеп жатыр. Міне уже басталып жатыр. Бұл бүгін басталып жатыр. Бұл басы. Ал енді қаншама адамның ішінде, қаншама адам, олардың ой пікірі қанша. Сондықтан да мен түсінбеймін, бұл неге алып баратын. Ал енді қазақ айтады ғой, ерлі зайыпқа есі шыққан араласады деп. Сонда ерлі зайыптың өміріне оның кім кінәлі екенін, қалай екенін қайдан білесіз? Сонда отырып біздің жаңа депутаттардың жаңағы соған қабылдап президенттің қол қойғаны маған ешқандай түсініксіз. Еле бұл әдейі істеген нәрсе. Мына шетелдің бәрі сондай ғой. Шетелдегі сіздер соны қазіргі премьер-министр болып жүрген, президент болып жүргендерді қараңызшы, басым көпшілігі де бала-шағалары жоқ. Бала-шағалары жоқ, өздері. Оларға бәрібір. Бір жыныстылар дей ма сонда? Жоқ, бір жыныстылар, әйелдері де бар. Әйелдер болғанымен, бірақ бала-шаға жоқ. Енді оны мен білмеймін, олардан сұрағам жоқ, мен енді балдарым жоқ деп. Ал енді ол бір жыныстылар үшін жасап жатқан ашық қой қазір енді бәрі. Бізде де аз емес қазір. Соны жасап жатқан бізде жастар көп. Енді айта берсең көп, ондай нәрсе біздің өзімізде жетіп жатыр. Мүмкін солардың лобби арқылы қабылданған заң. Ол да мүмкін, бәрі бар. Бірақ бұның енді негізінде сол мына шетелдіктердің, мысалы кешегі Бишімбаевтың сөйтіп ашып жайып жасағаны, сонда бізде сот жүйесі өте жақсы, таза деп айту үшін ғой, мысалы шетелге айтатын. Шын мәнісінде солай ма? Бізде ең осы істің бәрі қосылмай өмір арызданып жүретіндердің негізі осы сот жүйесінің заңсыздығы. Солай ғой, оны жұрттың бәрі де біледі, оны басшылар да біледі, бәрі. Сондықтан да осының бәрін тоқтату үшін ең негізі біз демократиялық жолмен дамуға көшуіміз керек. Ең бірінші мына. Сөйтіп, мынау жаңағы әлеуметтік жағдайын халықты көтеріп, солардың еңсесі көрініп, әрқайсының өзінің жеке үйі бар. Жаңағы семьясының санына қарай 2 бөлмелі, 3 бөлмелі жеке үй болсын, солардың жағдайы жетіп, ішетін тамағы тоқ, жаңағы холодильнигі тола заманға келсек, мынау нәрсенің өзінен өзі қысқарады. Бұған ешқандай қатаң заңның керек жоқ. Ең бірінші билікте отырғандар өздерінің жауапкершілігіне жауап берсін. Солар жауапты қазір. Біздің осындай жағдайға жетіп отырғанымызға. Осындай әлемдегі ең бай елдің үстіп қалқып бейшара болып отыруын қалай түсінуге болады? Қандай сен алтын сөз айтты оның бәрі. Одан ештеме шықпайды, оны халықтың бәрі біледі. Бірақ халық әбден жуас, соны өздері ойлайды, қазір осылай ұстап отыра береміз халықты. Ол болмайды. Ол халық бәрібір пружина сияқты әбден қысылып бір күні жарылады. Содан кейін мәселенің бәрі уже басқаша шешілетін болады. Сондықтан оған жеткізудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мына заңды тоқтату керек. Ешқандай. Соны басқаша қарау керек оның бәрі. Ал енді тағы да қайталап айтамын, жұрттар ойлап қалмасын, жаңағы мен ол заңға қарсы деп. Мен тікелей заңның мынау бұрынғы келген заңның айналасындағы неге ол болсын, егер оны жаңартып бір кішке бір қосымшалар қосатын болса да тұрған ештеме жоқ. Бірақ жаңағы әке мен отбасындағы баланың арасы ата-аналық құқығынан айыра салу, ажыра салу
енді ер зайыптылардың да бір біріне деген арасын бәрін бір жақтама тіріп болмайды. Еш нәрсе еш уақытта жекелеген баптарына қарсысыз. кейбір жеке баптарына мынау еш уақытта қандай бір отбасындағы мынау жанжалда бәрі бір жақтама болмайды. Екі жағынан да күнә бар. Мен білуімше негізінде ата ана құқығынан айыру ол сот шешімі арқылы ғана шығу керек емес пе? Енді бәрінде сот шешеді ғой, шешім болады ғой. Енді соны сот айналысады, соттың басқа жұмысы болмайды, енді тек қана соны күнде сол жаңа ажырастырып, баласын тартып алып басқа жерге беріп соны айналысамыз. Енді кезінде болды ғой. Мен кезінде мәжілісте жүргенде сол 2003 па 2004 жылдар ма осы мәселе қатты көтерілді. Сол кезде бізде қанша мың баланы шетелге беріп жүрген. Сонда да лоббировать етті ғой осы жерде жүргенде. Бала сатуды ма? Бала сатуды. Сол кезде айтты, осыда да сол семьяның ішіндегі соның айналасында жүргендер деп. Солар жаңағы бір бала $50,000 сатқан балаларды. Сонда мен өзім жеке өзім выступать етіп айтқам мен. Мысалы үшін біз білесіз, қазақ кезінде жесірін қимаған. Жесірін қимаған. Сөйтіп оны мүмкіндігінше соны сол егер анау күйеуі қайтыс болса, соны қалдыруға тырысқан. Оның себебі ана балдарын алып кетсе, балдары жат болып кетеді. Міне бұл жерде бұл қауіп те бар. Мысалы үшін біз тегімізді жоғалтамыз. Мысалы үшін менің баламды мен бір ұрудың осындай ұрудамын. Егер балады алып кеткеннен кейін ана жаққа беріп, одан ешкім сұрамайды да, сен кімсің, қай рудансың, қай атандансың сен деп, ол өзімен өзі жаңағы дүбәра болып, жаңағы сол жүреді, сонымен кетеді. Сонымен біз тегімізді құртамыз. Оны да ойлап отырған жоқ. Ол әлі терең жатқан нәрселе, ол ар жағындағы әлі ол. Былай тереңірек қарай берсеңіз. Бала сату деген ол түптеп келген кезде нақты сипаттамасы адам саудасы ғой негізінде. Адам саудасы ғой, солай. Енді көріңіз, солай болды ғой кезінде. Ашаршылықта. Сол кезде мен сөйлеген кезде айтқан болатынмын. Біздің мемлекет сол кездің өзінде кедей емес. Мысалға туған туысқанына бір балаға 1 жылдық соны, жаңағы қаншама ақша керек. Мысалы үшін соны айға бөліп, сол ақшаны туған туысқанына берсе, олар міндетті түрде ол баланы өзіне алып сақтар еді. Ол кезде қиын кез ғой. Ол кезде ата-ананың басқа туған туысқандарында жағдай жоқ. Ол өзінің баласын асырамай жүрген адам қалай тағы да өзінің ағасының енесін асырайды. Ал енді соны мемлекет қарау керек қой. Мемлекет қарамағанда не үшін мемлекет керек сонда? Өз халқың. Біз онсыз да аз халықпыз. Солай ғой. Біз кеше 20 миллион дейді. Мен сенбеймін 20 миллион дегенге. Бізде санақтың бәрі де қалай болса солай. Мен бір ретте біздің айналамдағы қанша адаммен сөйлестім. Бір адам келіп, сен санаққа қатыстырайық деп, санаққа бар деген әңгіме болған емес. Қазір енді электронды жасадық, бүйтік деді, мен білмеймін. Мүмкін солай да шығар. Бірақ біз баяғы алғаш кезде тәуелсіздік алған кездегі 17,5 миллион ба халық болдық та, содан қаншасы кетіп 14 миллион қалмадық па? Содан қалай осы 30 жылдың ішінде біз 20 миллион, 6 миллион қосып қойдық? Қандай туып отқан ешкім жоқ. Ол сен мына бала топсын, саған әр балаңа былай жаңағы осынша қосымша деп берем деп жатқан ештеме жоқ. Білесіз ғой, тиын тебен алып береді онда да. А егер мына кейбір елдерде бар ғой, мысалы үшін бір бала тусаң осынша жаңағы ақша береді, 2 бала тусаң осынша, 3 бала болса, 4 болса, мінекей саған ақша да үйде деп беріп, сөйтіп көтеретін ондай да ешкім. Біздіңше сондай заң керек, керісінше. Біз ұрпақ көтеруіміз керек, осындай кең байтақ жерді ары қарай сақтап қалатын халық керек. Біз кемінде 50 миллион болуымыз керек. Ең кемінде. Міне соның жағдайын ойлау керек. Шетелдегі қандастарымыздың бәрін алдыру керек осы жаққа. Оларды да білесіз ғой, жаңағы телевизор қосып жүрсеңіз, соларды сөйлесе болды, бәрі жылап сөйлейді. Біздің жаңағы келгеннен кейін, анау шекарадан кіргеннен тебеді бізді дейді. Содан келгенше мына жерде бәрі содан бір тиын тебен алғысы келеді. Сөйтіп өзімізге керек нәрсені жасамаймыз. Біз қайдағы мынандай бір қажетсіз заңдарды қабылдап, онда ешкіммен ақылдаспай, ешкімге айтпай жасай алмады. Мен қазір мынандай бір ойға келіп жүрмін. Қазір билік пен халықтың арасы ажырасып бітті 100%. Мынау қарапайым халық өзінше бір тобыр, ол біз тобырмыз қазір. Мен де пенсиядағы адаммын, мен де сол тобырдың ішіне қатысам. Біз бір тобырмыз, ал қазіргі қызметте жүрген ол депутат болсын, олар өзінше бір бөлек. Олар ойлайды, еш уақытта олардың заманы қайтып келмейді деп. Бірақ дүние дөңгелек дейді ғой, білесіз ғой. Сен бүгін депутатсың, ертең жай боласың. Мына заң қабылдаған заң ертең саған да тиеді. Сен де бала шағаңа тиеді. Оны ойламайды ешқайсысы. Сондықтан
біз сол жаңа мен басында айттым ғой, жаңағы ант берген деп. Сол антты орындау керек. Халыққа қызмет етесің ба, сол үшін өлсең де, сол үшін басыңды пида қылып, сол халыққа қызмет істе. Сонда халық ұмытпайды, айтады, мінекей осылай болып өтті. Ал бәріміз жалтақтап, бізде солай ғой. Енді бір адамның бетіне қарап қалған мемлекеттің бәрі осылай болады. Жақсы, Амалбек аға, мынау қоғамымызда ушығып тұрған мәселе туралы ой пікіріңізді білдірдіңіз. Осы мәселенің оңынан шешілуін тілейміз. Бізге уақыт бөлгеніңізге рахмет. Аман сау болыңыз. Жақсы. Қадірлі көрермен, біз белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Амалбек Тышанов ағамызбен сұхбаттастық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.